Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен анемия, қанасыздық туралы айтатын боламыз. Қандағы эритроциттер мен гемоглобин сандарының өзгеруінен қанасыздық пайда болады. Олардың жетіспеушілігінен ми жасушаларының оттегімен қамтамасыз етуі нашарлайды. Миға оттегі баруы нашарлап кетеді. Анемия, оның түрлері көп. Темір жетіспеушілікте болады. Көбінесе екі қабат кезде анемия белгілері қатты байқалады. Әлсіздік болады, көп шаршайды, тамаққа тәбеті нашарлайды. Бұны біз қан арқылы білеміз. Анемияда гемоглобиннің мөлшері 120 болу керек. 120-дан төмен болса анемия болып саналады. Анемия кезінде мінекей осылай шаш түсу, әсіресе екі қабат әйелдерде шаш түсу проблемасы көп болады. Және шаршау, әлсіздік, бас ауруы, дене тітіркенуі, аяқ-қолдың суық болуы, осылар көбінесе анемияда кездеседі. Бұның алдын алу үшін біз не істеу керекпіз? Дер кезінде дәрігерге қаралу керекпіз. Анемия кезінде әсіресе екі қабат жүкті әйелдер топырақ дейміз, біреу кесекті, кейбіреулер бор дейді, соны көп жейді. Оған тәуелді болмай, дәрігерге қаралып, дәрігердің тағайындаған дәрісін алып ішкен дұрыс. Ол топырақ, бор деп жатқанымыз одан бетер төмендетіп жібереді қанның құрамындағы гемоглобинді. Анемия кезінде осы витаминге бай тағамдар жеу керек. Мінекей редиска, қазақша шалғам дейді ғой, салат істеп жесеңіздер болады. Мінекей бұршақ және сарымсақ, витаминге бай тағамдар жеу керек. Және мінекей қызылшаның шырынын ішсеңіздер өте пайдалы болады. Әсіресе жүкті келіншектерге жаңғақ жағып күніне 1-2-ден жесеңіздер өте пайдалы. Сүт өнімдері. Келесіде достар, сіздерге тағы да керекті пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Келесіде сіздерге запор немесе пиелонефрит, желчекаменный болезнь, қай ауруға ем, қалай оны емдеу керек туралы бөлісетін боламын. Комментарий жазып, маған тіркеліп кетіңіздер достар. Ауырмаңыздар.